Сәлем достар, бүгін біз сіздермен қазақтың ұлттық тағамы құрткөжені дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басып тіркеліп отырыңыздар. Ол үшін бізге қолдың сары майы, ұн және сүзбе құрт қажет болады. Ең алдымен ұнымызды салқын суға жақсылап тұрып араластырып аламыз. Ұнды өз қалауынша қоссаңыз болады. Мен үлкен 20 литрлік ыдысқа жасадым, сол үшін ұнды көптеу қостым. Ұнды көп қоссаңыздар қоюланып кетеді, сол үшін барынша аздау қоссаңыздар жеткілікті. Енді алдымен сүзбе құртымызды мұздай суға араластырып аламыз. Ешқандай комок қалмас үшін жақсылап тұрып араластырып алсаңыздар болады. Құрткөженің пайдасы өте зор. Баяғы заманда осылай құрткөжені жасап өздерімен бірге алып жүретін болған. Құрткөже тұмаудың алдын алатын ең бірден-бір астың бірі. Қазанымызға суды қайнатып, татымына қарай тұзды саламыз. Жақсылап тұрып араластырамыз. Енді үстінен ұнның салмасын құйып, осылай жақсылап тұрып араластырып аламыз. Және де 15-20 минут қайнатып аламыз. Қақпағымызды жауып, дұрыстап қайнатып аласыздар. Жақсылап қайнағаннан кейін оның үстіне осылай сүзбе құртымызды салып, тағы да 5-10 минутқа қойып аласыздар. Жақсылап тұрып араластырасыздар. Дәмі жақсы болу үшін оның үстіне қолдың сары майын салыңыздар. Қолдың сары майы да адам ағзасына өте пайдасы зор. Және де құрткөже шөлді қандырады. Тұмау кезінде осыны ішсеңіздер өте жақсы көмектеседі. Осымен құрткөжеміз дайын. Енді оны құйып іше берсеңіздер болады. Сіздерге ас болсын, маған тіркеліп лайк басып отырыңыздар. Осындай әдемі құрткөже шығады, және де отбасыларыңызға ұнайтынына сөзсіз кепілдік беремін. Менімен бірге жасап, менің келесі рецепттерімді көруге дайын отырыңыздар. Сіздерге ас болсын, назарларыңызға рахмет.